Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің есімім Ақбөпе. Менің каналыма қош келіпсіздер. Жаңа жылдық дастарханға дайындаған дастарханымның куәсі болыңыздар. Онда менде екі түрлі салат, закуска, екі түрлі начинка мен торт және тауық. Бірінші біз мынау закусканың профитролін жасаймыз. 150 мг су, 180 грамдық сары майдың тең жартысын салдым. Жарты шай қасық тұз, отқа қойып ерітіп, жақсы бір қайнап шыққаннан кейін астын өшіріп оттан аламыз. Осы ыстық күйінде 100 грамм ұнды араластырып, без комочек араластырып, әдемілеп қайтадан отқа қоямыз. Үздіксіз қозғап отырып, асты жай отта қозғап отырамыз, буы кішкене шықсын деп. Кастрюльдің түбіне шамалы жабысқаннан кейін оттан аламыз. Шамалы суытып, қолымыз күймейтіндей болған кезде жұмыртқаны бір-бірлеп қосып отырамыз. Енді бас аяғы 4,5 жұмыртқа кетті. Мынандай сүйықтықта, кішкене сүйықтау болып кетті. Мынандай пакетке салып аламыз, өзімізге формаға салуға ыңғайлы болу үшін. Осылай табамызға салып 200 градуста 20 минутта пісіп шықты. Осылай міне сұйық болып кетті, менікі жайылып кетті. Кішкене бұдан кішірек болу керек. Енді суығаннан кейін ортасынан бөліп, бәрін ортасынан бөліп аламын. Бірінші начинканы дайындаймыз. Жұмыртқа сарысымен бірге, тунец, балық, ас көк, укроп, петрушка, чеснок, жарты шай қасық, күштен өткізілген ірімшік, ірі күштен өткіздім, шамалы тұз, қара бұрыш, творожный сырменен араластырамыз. Әдемілеп араластырып, әрбір бөлінген профитролімізға салып отырамыз. Екінші начинкамыз мында крабовые палочки, свежий қияр, ірімшік ірі күштен өткізілген, жарты шай қасық чеснок, шамалы тұз, қара бұрыш. Бұны майонезбен араластырамыз. Жақсылап араластырып, қалған профитроліға салып шығамыз бәрін. Міне закускамыз дайын. Біреуіне шпрот пенен петрушка салдым, біреуіне қызанақ пенен лист салата салып, осылай безендіріп қойдым. Енді салатымызды бастаймыз. Салатқа маған асқабақ керек. Асқабақты осылай майдалап орап, төртбұрыштап духовкада пісіріп аламын. Астына май ештеңе жақпаймын, тек пергамент қағазын салып, осының үстіне тегістеп саламын. 180 градуста 40 минутта пісіп шықты. Енді салатымызды жинаймыз. Жаңағы асқабағымыз, тұздалған қияр, қызылша, бәрін төртбұрыштап тураймыз. Селедка және жасыл бұрыш.
Бұның заправкасын дайындаймыз. Менде олива майы, жай сұйық май болса да болады. 3 ас қасық май, жарты шай қасық қара бұрыш, кішкене ғана ащы бұрыш қасықтың ұшыменен, жарты шай қасық чеснок, жарты шай қасық горчица. Әдемілеп араластырып, тұз салған жоқпын. Тұздалған қиярменен селедкамыз тұзды. Бәрін қосып араластырамыз. Осындай түрлі түсті әдемі салат болып шығады. Мінекей салатымыз дайын, достар. Бетіне көк пиязды майдалап турап, бетіне сеуіп шығамыз. Екінші салатымыз лис салата, жұмыртқаның тек ағы, қияр, қызанақтың ортасын алып тастап тураймыз. Су шығып кетеді, әйтпесе. Тауық еті суда піскен. Бәрін соломка қылып тураймыз. Кукуруз, жарты шай қасық чеснок, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш. Бұл салатты майонезбен араластырамыз. Менде екі түрлі салат, біреуі майменен, біреуі майонезбен. Салатымыз дайын, бетіне жұмыртқаның сарысын септім. Ал достар, менде тортымызды дайындаймыз. Тортқа маған сәбіз, жаңғақ, қант, корица, сұйық май, сода, жұмыртқа, тұз, ұн қажет болады. 200 грамм қант пенен 100 грамм сұйық майды араластырып аламыз. Миксерменен 2 жұмыртқа, жұмыртқаны бір-бірден қосамыз. Бөліп қосып араластырып аламыз. Менде мұнда сұйықтығы шамалы аздау болып қалды. Тағы бір жұмыртқа қосып жібердім. Сонда 3 жұмыртқа болды. Қасықтың ұшымен тұз қостым. Шамалына көлемі үйілгенге дейін миксерменен араластырып аламыз. Енді құрғақ заттарымызды 160 грамм ұн, 1 шай қасық корица, 10 грамм қопсытқыш, 1 шай қасық ваниль қанты, қасықтың ұшыменен сода араластырып сұйықтығымызға қосамыз. Ақырындап араластырамыз, комочек болып қалмау үшін. Миксермен де араластыруға болады. Мен қолмен араластыра салдым. Енді сәбізімізді қосамыз. Сәбіз орташа бір сәбіз, аса үлкен емес, аса кішкентай емес, 50 грамм жаңғақ. Сәбізді майда теркада өткіземіз.
бір қалыпты қылып араластырып, табамызға май жақпаймын. Пергамент қағазын төсеп, осының үстіне бүкіл несіне жазып, біркелкі етіп жайып шығамын. Осылай противенге пісірген ыңғайлы маған. Тез піседі, әр десе бүкіл жері жақсы пісіп шығады, біркелкі болып. Тестамызды духовкаға салып қойдық. Ол пісіп шыққанша кремімізді дайындаймыз. Менде мында 200 грамм қаймақ және 6 ас қасық електен өткізілген қант пудрасы. Бұны енді миксерменен араластырып аламыз. Негізі қаймақты марлеменен сүзіп қойып, сары суын бөлек алып алғым керек еді. Оған мен уақытым тығыздау болды да. Олай сүзіп алмадым. Крем кішкене сұйықтау болып қалды. Міне коржығымыз пісіп шықты. 180 градуста 30 минутта пісіп шықты. Енді шет-шетін тегістеп кесіп аламыз. Бір тегіс әдем болып пісіп шығады осылай. Противенге салып пісірсем. Қақ ортасынан 4-ке бөлеміз. Мінекей әдем болып пісті. Мінекей крем сұйықтау болып қалды. Енді мына коржықтардың арасына пропитка қоспаймын. Крем сұйықтау. Астына жағып жібереміз. Енді шетінен қойып, әрқайсының ортасына кремді жағып шығамыз. Осы орайда баршаңызға алғысымды білдіргім келіп отыр. Баршаңызға Алла разы болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін, мені қолдап, каналыма жазылып, пікір жазып, лайк басып, қолдау көрсетіп жатқан жандарға үлкен рахметімді айтам. Баршаңызға Алла разы болсын. Келген жаңа жылымыз құтты жыл болып, берекелді болсын, молшылық, тоқшылық жыл болсын. Бала-шағамыз, ата-аналарымыз аман болып, дендері сау болып, ауырмасын. Жаңа жылда алдарыңызға қойған үлкен арман мақсаттарыңызға жетіңіздер деп тілеймін. Барша жақсылықты тілеймін. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Үлкен алғысым шексіз баршаңызға. Енді міне кремімізді жағып бітірдік. Жаңа шетінен шыққан кесіп алған коржықты қолмен үгітіп алдым. Шетінен жағып шығамыз. Кішкентай ғана осындай торт шықты. Достар, әдемі торт шықты. Енді бұны холодильникке салып қоямыз. 3-4 сағат холодильникте тұрады. Енді тауығымызды дайындаймыз. Тауыққа маған 5-6 зубчик чеснок, қара бұрыш, ащы бұрыш, паприка, хмели сунели, тауыққа арналған приправа, сұйық май және соевый соус қажет. Бұл приправалардың бәрін салып араластырып аламыз. Бір ас қасық тұз.
3 ас қасық сұйық май, 2 ас қасық соя, 2 майым кішкене аздау болып қалды. Тағы 2 қасық май қосып беремін. Бәрін араластырып, енді тауығымызға бүкіл жеріне, ішіне, сыртына, бүкіл жеріне жағып шығамын. Тауығымызға бүкіл жеріне жақсылап жағып алдым. Енді бұны ыңғайлы ыдысқа салып, холодильникке 1 түн маринадтаймыз. 1 түн холодильникте тұрды тауығымыз маринадталып. Тұзы, бүкіл приправасы жақсылап сіңіп. Енді мынандай вертелге салып, гриль құсатып пісіремін. Бірінші рет пісірейін деп тұрмын. Гарнирге мен мынандай тауықты қыстырып қойдым. Гарниріне картошка дайындаймыз. 3 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз, сушеный чеснок, 1 шай қасық, 1 шай қасық паприка, прованские травы, шамамен тоже 1 шай қасықтай қостым. Араластырып, табамызға саламыз. Тауықты осылай вертелге салып, астынан противенге картошканы салып, осылай пісірем деп ойлағам. Бірақ менің духовкама симай қалды. Тауық өте үлкен болды. Ал астына қоймасам, майы ағып, болмайтын болды. Сосын картошканы шет-шетке асырып, тауықты ортасына қойып, солай пісіріп алдым. Мінекей достар, тауығымыз дайын. Осындай қып-қызыл әдемі болып пісті. 1 сағат 30 минутта пісті. Мына қызыл шамен асқабақтан салатым. Закускамыз 2 түрлі. Майонезбен салат. Танышмай көне. Тортымыз. Қыздар міне отырып алып уже шұқылап жатыр бәрін. Бауырсақпен булочканы өзім пісірдім, бірақ оны енді түсірмедім. Міне закусканың бетіндегі балықтарын уже жеп қойыпты мыналар. Ал міне енді дастарханымыз дайын. Достар, міне бүгінгі менің жаңа жыл кешіне дайындаған дастарханым дайын. Ал достар, міне жаңа жылдық дастарханымыз дайын. Баршаңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа жақсылықтар мен берекесімен келсін. Денсаулықтарыңыз мол болсын. Балапандарымыз бәрі аман болып, денсаулықтары зор болып, саналы ұрпақ өсе берсін. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Жаңа жылдарыңызбен сау саламатта болыңыздар.